Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының іргетасы қаланғанына міне 10 жыл. 10 жыл әрине аз уақыт емес. Әсіресе тың идеялармен жұмыс жасаған өрлеудің жетістіктері ересен. Өрлеу алғаш құрылған жылы 3 айлық деңгейлік бағдарламалар орталығының курсын ұйымдастырып өткізуді бастады. Шет елдік ғалымдарды дәріс оқыды. Бұл курстың ерекшелігі мұғалімдерге АКТ құзыреттілігін сабақтарда кеңінен пайдалануды үйретті. Сәт сайын өзгерген заманмен қатар технологияда өзгеріп жатқанда алаңдап жүрген мұғалімдерге бұл бағдарлама аса тиімді болды. Бұған дейін АКТ технологиясын қолданбаған мұғалімдерді компьютерге мойын бұрғызды. 3 айлық деңгейлік курстан соң мұғалімдер біліктілік сынағын тапсырды. Өте алмағандар да кездесті. Жаңартылған мазмұндағы оқулар мектептерге енгелі, өрлеу әрдайым мұғалімдермен бірге. Көптеген конкурстар ұйымдастырып, мұғалімдер байқауларда тәжірибемен бөлісті. Мұның бәрі мұғалімнің кәсіби біліктілігін заманауи үлгіде шыңдауға жол ашты. Мен өрлеу қабырғасында өтіп жатқан барлық курстарға қатыстым. Өзімнің жетістігімді өрлеуден алған білімдермен тығыз байланыстырамын. Өйткені бағдарламадан алған әдіс тәсілдерді оқушыларының жақсы білім алуына қолданамын. Оқушыларым қалалық, республикалық деңгейде жетістіктер көрсетті. Мұғалімнің бөлім бойынша, 90-дық бойынша бағалау тапсырмаларын құра алуы да, қысқа мерзімді жоспарды оқушыға бағыттап, мұғалімнің сабақты табысты да тиімді өткізуіне қолданатын құралдарды ұсына білуі де бағыт-бағдар берген тренерлерге көп байланысты. Менің өрлеуге алғысым шексіз. Сіздерді 10 жылдық мерекелеріңізбен құттықтаймын. Зор денсаулық, отбасыларыңызға құт береке және шығармашылық табыстар тілеймін.